Қайырлы күн оқушылар, қазақ тілі сабағын бастайық. Бүгінгі жаңа тақырып түбір және туынды сөз. Балалар, бүгінгі сабақта сендер түбір сөз және туынды сөз туралы түсінік аласыңдар. Сонымен қатар хронологиялық даталардың көмегімен өмірбаян жазып үйренесіңдер. Кәнеке, оқулықтың 78-ші бетін ашып қойыңыздар. Алдымен дәптерді ашып, оған бүгінгі күнді және жаңа тақырыпты жазып қойыңыздар да Х әрпін әдемі көркем етіп жазып алыңыздар. Балалар, екінші сыныптан бері өткен түбір және қосымша туралы ережелерді қайталайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі түбір сөз деп аталады. Жұмыс, оқу, кітап, тағы да басқалары. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейміз. Естеріңізге түсіп жатыр ма, балалар? Қосымша екіге бөлінеді. Жұрнақ және жалғау. Сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаны жалғау дейміз. Кәнеке, қарайық. Көп нүктенің орнына тиісті жалғауды қойып, мақалдарды толықтырайық. Алдымен осы күйінде оқиық. Еңбек нан тәтті, жалқау жан тәтті. Қалай ойлайсыздар, балалар? Бұл мақалдың мағынасы бар ма? Сөз бен сөз байланысып тұр ма? Әрине, жоқ. Біз жалғауды жалғап оқып көрейік. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Ер ат еңбек шығарады. Яғни, ердің атын еңбек шығарады. Бұл жерде де біз жалғаулар жалғадық. Жер бай, ел бай. Жері байдың, елі бай. Демек, сөздерге жалғау жалғанғанда, ол сөз бен сөзді байланыстырады, бірақ сөздің мағынасы өзгермейді. Ал енді жұрнақ жалғанған кезді қарайық. Алдымен оқулықта ереже бар 80-ші бетте. Сол ережеге назар аударайық және бұл ережені жаттап алуымыз керек. Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейді. Мысалы, татулық, достық, жазушы. Яғни, татулық сөзінде түбірі татулық, жұрнақ. Достық сөзінде түбірі дос, тық, жұрнақ. Жазушы деген сөзде түбірі жазу, шы, жұрнақ. Түбір сөз доғал болып белгіленеді, ал қосымша, яғни жұрнақ, үш бұрыш болып белгіленеді, төбесінен сызылады. Көріп отырмыз ба, балалар? Балалар, демек сөзге жұрнақ жалғанса, онда ол туынды сөз болады екен. Түбір сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалған сөзді туынды сөз дейміз екен. Түсінікті ме? Бұл ережені жаттап аламыз, түсініп аламыз. Кәнеке, ендеше оқулықпен жұмыс жасайық. 78-ші бетті ашып қойыңыздар. Ондағы 15-ші жаттығуды алдымен ауызша орындаймыз. Одан соң жазбаша орындаймыз. Ауызша орындап алайық, тыңдаймыз. Атасы Бекжанның білуге деген құштарлығына ерекше ден қояды. Ылғи жөн сілтеп отырады да жиі пысықтайды. Бекжан, сен кімнің баласысың? Атамның баласымын. Өзің кімсің? Қазақпын. Қайда тудың? Алматы қаласында. Сен қай тілде сөйлейсің? Қазақ тілінде сөйлеймін. Отаныңды білесің бе? Білемін. Менің отаным Қазақстан. Ер жеткенде отаныңа қызмет етесің бе? Барлық күш жігерімді отаныма арнаймын. Мінеке, балалар, мәтін арқылы Бекжанның өмірбаянын біле алдыңыздар ма? Бекжанның өмірбаянын білу үшін сендер оған қосымша қандай сұрақ қояр едіңіздер?
Ал өмірбаян дегеніміз не? Сұрақ қою үшін төмендегі ақпаратпен танысайық. Яғни 79 бетте өмірбаянның не екендігі берілген. Өмірбаян дегеніміз адамдардың өмірі туралы әңгіме. Өмірбаян адамның туған жылы, айы, күнінен басталады. Одан кейін тұрған мекен жайы, отбасында қанша адам тұратыны туралы баяндалады. Өмірбаянның деректемелері, яғни ішіне нелер қамтылу керек? Құжаттың аты, яғни ортасынан бастап өмірбаян деп жазып қоямыз. Автордың аты жөні тегі мен деп фамилиямызды, атымызды жазып кетеміз. Туған күні, айы, жылы, туған жері, ата-анасы туралы мәлімет, білімі және білімі бойынша мамандығы. Балалар, сендерге тек оқитын жеріңізге дейін жазуға болады. Қалғанын осы жерден өмірбаянда нелер қамтылу керек? Соның барлығын осы жерден қарап отырып, қазір өмірбаян жазасыздар. Үлгі көрсетейін. Балалар, өмірбаянды оқимын. Өмірбаян. Мен Айнамқұл Дидар Аманқосұлы 2012 жылы Ақтау қаласында дүниеге келдім. Әкем Айнамқұлов Нұрдәулет бұрғышы. Анам Қосбатырова Айжан үй шаруасымен айналысады. Жанұямыз 7 адамнан тұрады. Әкем, анам, 3 әпкем, ағам және мен. 2018 жылы Ақтаудағы номері 21 орта мектепке 1 сыныпқа бардым. Қазір 3 сынып оқушысымын. Ұстазымның есімі Жәмилә апай. Ол менің көптеген байқауларға қатысып, жүлделі орындар алуыма себепкер болып жүр. Сабағымды да үздік оқимын. Мекен жайым Ақтау қаласы 13 шағын аудан 9 үй 22 пәтер. Және де телефоны жазылған. Бүгінгі күнді жазамыз. Одан кейін барып өмірбаян жазған күнді жазамыз және аты жөнімізді жазамыз да қол таңбамызды қоямыз. Қолымызды қоямыз. Түсінікті ме? Мінеки өмірбаян осылай жазылады. Осыған қарап жазсаңыздар болады. Балалар, 19 қараша өмірбаян деп жазып, азат жолдан бастап өзіміздің өмірбаянымызды жазамыз. Ұзақ болмау керек, 5-6 сөйлемнен ғана құралған өмірбаян жаза қойыңыздар. Балалар, келесі жазбаша орындайтын тапсырма номері 16, жаттығу 80 бетте. Суретте берілген жануарлардың атын пайдалану арқылы мәтінді толықтырып жаз. Халықтың жыл санау есебінде 12 жыл аты бар. Қазақша жыл санау бойынша жылдар былай аталады. Ары қарай көп нүктеден кейін жалғастырып өзіміз жазуымыз керек. Бұл жердегі суреттерге қарап та 12 жылдың, яғни жылдардың аттарын жазып шығуға болады. Қазір мен сіздерге үлгі көрсетемін. Халықтың жыл санау есебінде 12 жыл аты бар. Қазақша жыл санау бойынша жылдар былай аталады. Тышқан, сиыр, барыс. Тағы да қалғандарын толықтырып жазамыз. Балалар, оқулықта 17 жаттығуды өз бетіңізбен ауызша орындап ала қойыңыздар. Сабағымыз аяқталуға жақын, дәптерімізге кері байланысты жазбаша қалдырамыз. Бүгін маған не қызық болды? Жазамыз. Мен енді не істей аламын? Жазамыз. Маған ұнағаны не? Оны да жазамыз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.